Сәлем достар, қысты күні кез келген тағаммен зор желінетін свежий салатты банкіге жабамыз. Бізге керегі алдымен болгарский. Осындай жасыл қызыл түрі, бұл жерде 2 килограммдай. Одан кейін бір бас сарымсақ, 2 штук, 2 дана ащы бұрыш, 1 капуста, шамал үлкенірегі, 3 пияз, 2 килограмм сәбіз, 2 килограмм огурцы, яғни қияр, 3 килограмм помидор, мыналардың барын алып тастайсыздар ғой. Және де бір мынандай уыз укроп. Бұлардың барлығын мен алдын ала ашып, дайындап, жуып, тазалап қойдым. Енді турап шығамыз. Мінекей достар, барлығын турап, дайындап қойдық. Огурцы, яғни қияр, сәбіздерімізді теркадан осылай өткізіп алдық. Сол кезде әдемі көрінеді. Пиязымызды, чеснок, ащы бұрыш бәрін турап, дайындап, жасап қойдық. Енді барлығын ыдысымызға салып аламыз. Ең алдымен достар, біздің капустамызды, яғни қырыққабатымызды салып, жақсылап езгілеп аласыздар. Оның үстіне бір ас қасық тұзымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап қырыққабатымызды жұмсарғанша, шамал қатты емес енді, шамал ғана жұмсарғанша бір минуттай осылай араластырып езіп алдық. Одан кейін үстіне сәбізімізді, қызанағымызды, қиярымызды барлығын бірінен соң бірін салып аламыз. Болгарскийді осы ұзынан турап алсаңыздар әдемі көрінеді. Пиязымызды және де чеснокпен ащы бұрышымызды саламыз. Одан соң укробымызды және де кинза салсаңыздар да өте ерекше дәм береді. Үстінен бір кесе сұйық майымызды, бір ас қасық қантымызды, 2 ас қасық тұзымыз салдық. Сонда тұзымыз жаңа бір ас қасық салдық қой, общий жалпы 3 ас қасық саласыздар. Енді дәмінен қарай саласыздар барлығын. Дәмін міндетті түрде көріп, егер аз болса тағы да салуларыңызға болады. Осылай қолымызбен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсы араласуы керек, суы шығу керек өзінің соғы. Жақсылап осылай араластырып алдық. Араластырып алғаннан кейін жоқ дегенде 2 сағатқа бетін жауып қалдырасыздар. Оған дейін біздің банкілерімізді міндетті түрде стерильдеп алуларыңыз керек, және де оның крышкаларын. Менде 2 сағат уақыт өтіп шықты. Біздің салатымыз өзінің соғы шықты, дәмі, тұзының дәмі өзіне сіңді, жақсы болып, мына қараңыздар, осындай соғы шығады. Енді жақсы стерильдеп алған банкімізге біздің салаттарымызды салып шығамыз. Міндетті түрде банкілеріңізді стерильдеп алуларыңыз керек, жоқ дегенде 20-30 минутқа стерильдеп аласыздар. Мінекей көрдіңіздер ме, түсі де сондай ерекше, өте әдемі көрінеді. Ең соңында міндетті түрде соғын осылай құйып шығасыздар. Ол да ерекше дәмді береді. Енді біздің кастролямызға, үлкенірек кастролямызға майлықтарымызды осылай салып шығамыз. Одан кейін банкымызды осылай сыртынан қайнатып аласыздар. Сол кезде ерекше дәм болады. Оны осылай банкын сыртынан қайнатуларыңыз керек. Бірден салатты қайнатудың қажеті жоқ. Мінекей осылай салып алдық. Суымызды, крышкамызды бетінен жауамыз. Крышканы да міндетті түрде стерильдеп аласыздар. 10-15 минуттай суға қайнатып алуларыңыз керек. Одан кейін оның үстіне суымызды құямыз. Суымызды енді қараңыздар достар. Менде бұл жерде 2 литрлік және де 1 литрлік банкі болғандықтан 1 литрлік банкының бойымен құйдым. Егер 2 литрлік тек банкілер салатын болсаңыздар, иық жағына дейін құясыздар ғой суды. Қайнап шығуын күтеміз. Мінекей біздің суымыз қайнап шықты. Енді уақытқа қарап ровно 20 минут қайнатамыз. 20 минуттан кейін біздің банкілеріміздің үстінен жаумастан бұрын осылай 9% сірке суын, яғни уксусты құямыз.
құймасаңыздар да негіз болады, бірақ мен осылай 9% уксусты құйып шықтым. Сақтықта қорлық жоқ деді ғой, сонда да банкілеріміз атылып кетпеу үшін осылай құйып шығамыз. Одан кейін банка жабатының көмегімен, яғни закрывашканың көмегімен барлық банкілерімізді осылай жауып шығамыз. Барлық банкілерді жауып алғаннан соң бөлмемізге банкілерді міндетті түрде төңкеріп, бетін одеяламен жауып, кемінде 2 күнге қалдырамыз. 2 күннен кейін салқын жерде сақтаймыз.